Биткоин деген криптовалютаның барын бәрі біледі, ал басқа қандай криптовалюталар бар және ол туралы ақпаратты қайдан алуға болады, конкретно сол криптовалютаны қай жерден алуға болады, соның бәрін қарауға көмектесетін осындай CoinMarketCap деген сервис бар. Бұны қалай қолданады, мен қазір көрсетемін. Бірінші осы сайтқа өтеміз, немесе телефонға приложениесін орнатып алсаңыз болады. CoinMarketCap деп жазсаңыз шығады. Көріп отырғанымыздай, сайтты ашқан кезде бірінші орында биткоин тұр. Мына жерде рейтингін қарайық. Екінші орында Ethereum және Tether деген криптовалюта үшінші орында тұр. Бұл жерде рейтингіне төмен түсетін болсақ, бұл кете береді. Бұлар өте көп. Бұлардың саны мына жерде бір страницаның өзінде 100-і бар, 90 страницаға дейін барады, әрі қарай кете береді. Және бұл тек қана CoinMarketCapқа қосылғаны, басқа да түрлерінде табуға болады әрине. Жоғарғы жағында трендинг деп тұрады. Бұл жерге қазір трендтегі криптовалюталар, яғни көп сұранысқа ие болып тұрған. Бұл BNB, Binance-қа тиесілі Bitcoin және Terra Classic деген. Мынау өзгеріп отырады. Мына жерде жаңадан қосылған криптовалюталар бар. Және олардың қасында бағасы тұр. Бірақ мына жерді қараған кезде абайлау керек. Мыналар shitcoin деп аталады. Бұлар бағасы қазір нормально болып тұрғанымен, біраз уақыттан кейін нөл болуы мүмкін, яғни ақшасын көбіне бұл жерге салатындар жоғалтады. Енді біз кез келген біреуін ашып көрейік. Мысалға бізге Cardano'ны ашайық. Cardano деген енді өте крутой проект бар сондай. Ашқан кезде бұл Cardano'ның максималды саны мына жерде көрсетілген, байқасаңыздар 45 миллиард Cardano бар. Ол әр проектіде әртүрлі. Мысалға Ethereum'де бұл 122 миллион қазіргі уақытта. Cardano'ны ашатын болсақ, бұл осындай, және бағасы 26 цент. Мына жерде контракт адресі бар, чат дегенді басып, осы Cardano'ға қатысты өзі адамдардың чаты бар, соған өтсеңіз болады, және сайты бар. Бұл жерде сізге керегі мына бағасы, аты, одан кейін мына жерде смарт контракт адресі бар. Осылар криптомен жұмыс жасайтындарға керек болады. Менің жағдайымда мына жерде source code деген бар. Мен өзім программист болғаннан кейін әртүрлі проектілердің кодын ашып көргенді жақсы көремін. Қаншалықты жүріп жатыр, жалпы қандай разработка жүріп жатыр ма, жүрмей жатыр ма деген секілді. Бірақ бұл разработчик, жалпы программист еместерге керек емес, ол түсінбейді бәрібір. Астында өте пайдалы функция бар, оның бағасы қаншалықты өзгерді. Мысалға қазір қарайтын болсақ, мына жерде 20 декабрь күні түнгі сағат 3:45-те бағасы 25 цент болған. Қазір міне осындай, ол кезде міне 25-ке 15 болған. Мынау соңғы бір күн. Соңғы 7 күнді қарайтын болсақ, міне осындай. Соңғы бір айды көретін болсақ, міне осындай. Және соңғы 3 ай, 1 жыл кете береді. Байқасаңыздар, мына жерде құлайды. Криптовалютаның бағасы құлаған. Енді бұл көбінде сондай болып жатыр, және бұл таңғалатын дүние емес. Крипторынокта ондай болып тұрады. Мына жерде қараған болсаңыздар, басында оның бағасы 2 цент тұрған, 2018 жылы $91 дейін қымбаттаған, қайтадан арзандаған, 4 центке дейін, одан қайтадан $3 дейін қымбаттаған, қайтадан құлаған. Сөйтіп жалпы былай кете береді. Ол басқасында қарасаңызда осындай скачоктар бар осы уақыт аралығында. Астыңғы бөлігінде, мысалға, менде 100 Cardano алғым келеді, оның доллардағы бағасы қанша болады, соны біле алам. Қазіргі жағдайда мен 100 Cardano'ны $25-26 ала алам. Немесе 500 керек болса, міне дәл осындай. Ортасын басатын болсаңыз, орнын ауыстырады. Мысалға, менің шотымда қазір $100 бар деп алатын болсақ, мен $100 қанша Cardano сатып алам, бағасы дәл осындай. Ал енді осы конкретно криптовалютаны ашқан кезде, оны қай жерден алуға болады? Markets дегенді басамыз. Бұл осы криптовалютаны сатып алуға болатын жерлер. Binance бар, танымал биржа өте, KuCoin, Coinbase, Kraken бар. Одан кейін Bitfinex әртүрлі. Жалпы бұл криптовалюта өте танымал болғаннан кейін Bybit, топовый жаңағы биржалардың бәрінде бар. Кез келгенінен алуға болады. Танымал деген мына жерде бар міне. Осыны басатын болсаңыз, солардың сайттарына өтеді, әрі қарай көре бересіз. Енді көбінде Binance, мысалы KuCoin бар, және Coinbase сияқты сервистер бар. Осы Binance-қа тіркелуге арналған сілтеме осы видеоның астында, соған өтіп тіркелсеңіз болады. Тіркеліп жұмыс жасап көріңіз егер керек болса. Одан кейін тағы қосымша мына жерде соған қатысты әртүрлі информациялар бар. Егер оқығыңыз келетін болса, бұл мен өзіме жалпы бұл керек емес. Одан кейін жоғарғы бөлігінде қандай обороттар болып жатыр, соған қатысты информацияларды мына жерден қарасаңыз болады. Қосымша мына CoinMarketCap'тың өзінен аккаунт ашасыз, сол кезде мына криптовалютаны жаңағы фавориттер тізімі деген болады, яғни сақтап қоясыз. Мен кейін бұл туралы бұны
Бұл туралы қысқасы өзіме сақтап аламын. Мына жерде байқаған болсаңыз, криптовалюта көп, бұның бәрі керек емес, мен кейбіреулерін өзім белгілеп қойдым. Яғни избранныйға сақтайтын болсаңыз, сіздің аккаунтыңыз болатын болса, мына иконканы басатын болсаңыз, қандай криптовалютаны қостырыңыз, соған қатысты информация мына жерде шығады. Мысалға мен мынаны қосып қойдым, 10%-ға өсті деп тұр, мына 11%-ға құлаған, 10%-ға құлаған және тонкоин 13%-ға деген секілді. Ол үшін осындайға қосып қоясыз. Және сонда қосқандар тізімі қазіргі уақытта 2.253.174 адам. Енді үстіңгі жағын басамыз, cryptocurrencies дегенді, егер тілі ыңғайсыз болса, ағылшынша емес, орысшаға қойсаңыз болады. Cryptocurrencies дегенді басамыз, осы жерден recently added деген бар, бұл жаңадан қосылған криптовалюталар. Міне 6 сағат бұрын осында криптовалюта қосылған. Бірден айта кетейін, мына жерге қосылатындардың 99% полный херня. Жалпы мысалға мынаны қараңыз. Мына криптовалютаны ашайық. 4 күн бұрын қосылған. Барлық уақыт басында, бағасы басында осылай басталады, барған сайын құлайды. Жаңағы Cardano сияқты ол крупный, жалпы крутой проектілер, ол бағасы сөйтіп өсіп түсіп тұрады. Мыналардікі түседі, одан кейін өспейді. Бұларды общий түрде шиткоин деп атайды. Енді атына қарап примерно не үшін екенін білуге болады. Бірақ бәрі херня деген сөз емес, кейбіреулер нормально шығып қалуы мүмкін. Ол үшін сайтына өтіп өзіңіз зерттеп көрсеңіз болады. Бірақ бәрі полный херня. Мысалға мына жерде міне Dogecoin'ның сияқты бір жаңағы мем коиндар шыққан, мынауда сондай бәрін бір-бірін көшіреді. Міне мынау Shiba'ның иконкасын көшірген, мынауда жалпы бір-бірін қайталайды өте қатты. Міне мынауда сондай бірдеңе, мынауда бірдеңелер ашып көрсеңіз, бағасы көрсетілген. Мына жерде осыған қатысты бір проблемалар шығуы мүмкін, немесе осы криптовалютаға қатысты, токенге қатысты ақпарат бар. Соны оқысаңыз болады. Бұл ескерту ретінде болуы мүмкін, немесе маңызды, маңызсыз, енді әртүрлі ситуация қарайды. Сосын тағы бір ескере кететін жайт. Мысалға мына жерде coin деп тұрады. Кейбіреулерінде тедзерді бассам токен деп тұрады. Одан кейін жаңағы біз Cardano'ны ашатын болсақ, бұл coin деп тұрады. Бұлардың жалпы айырмашылығы қандай? Токен мен coin екеуі бір емес. Бәрі криптовалюта деп айтуға болады, бірақ бұл жерде енді жаңадан бастаушылар білу керек дүние мынадай. Криптовалютаға қызығатын адам болса, coin'ді жасау токенге қарағанда қиындау. Салыстырмалы түрде айтатын болсақ, бір токен жасауды мысалға мынадай қылып алса болады. Бір сауда орталығы болады, бизнес-центр, сол жерден барасыз да бір бөлмені арендаға ала саласыз. Ол енді өте жеңіл. Ал енді коинді жасау, сол бизнес-центрді нөлден бастап салғанмен бірдей. Мына Cardano, coin, осы Cardano'ның негізінде басқа да токендер, әртүрлі приложениялар істеуге болады. Ал токен болатын болса, бұлардың өздерінің бір функциясы бар. Сол бойынша жұмыс жасайды. Мысалға мына Tether деген токен. Бұл Tether міне Ethereumға негізделген түрі бар, одан кейін әртүрлі Solana мен мысалға өздерінің контрактілері бар. Solana деген мысалға бұл жеке проект. Міне мына жерде Solana бар. Міне Solana-ны қарайтын болсақ, бұл Solana деген міне coin. Ол Solana-ның негізінде жаңағыдай Tether сияқты немесе басқа әртүрлі токендерді жасайды адамдар. Ол жасау жағы, токен жасау негізі қатты қиын емес әрине. Мына жерде міне бағасын көретін болсақ, өскен, қайттан құлаған, жалпы бұл нормально саналады өте. Осы CoinMarketCap-қа тіркелуге арналған сілтемеде осы видеоның астында тіркеліп көрсеңіздер болады. Сервистің жоғарғы бөлігінде ETH Gas деген бар. Бұл да өте пайдалы функция. Қазіргі уақытта осы Ethereum'да мысалға бір ақша аударған кезде комиссия бар. Сол комиссияның қанша екенін осы жерде көрсетілген. Қазіргі жағдайда бұны енді газ деп атайды. 22 болып тұр, 23. Оның қаншалықты бұлай доллармен қанша болатын жазсаңыз болады. Осындай 22 GWay to USD. Немесе GWay в газ в долларах в Ethereum деп жазсаңыз, өз шығарып береді. Ол жағдайға байланысты өзгеріп отырады. Сосын мына жерде продукт деген жер бар. Бұл жерде өте бір пайдалы функция бар. Кейбір адамдарға өте қызық болуы мүмкін, жеке өзіме қатты қызық емес. Free airdrops деген бар. Бұл free airdrops деген не?
Бұл жерден короче қысқа былай тегін түрде криптовалюта алуға болады. Ол үшін біз не істейміз? Мысалға мынандай криптовалюта шыққан, бұны алу үшін алғысы келетін адамдар 918 мың, соның ішінде 3000 адамға осындай көлемде бөліп криптовалютаны таратады. Ол үшін бұларға не пайда? Просто осының сайтына өтеді, сол кезде бір условиялар қояды. Мысалға Telegram каналымызға жазыл, Twitterге жазыл, Twitterді ретвит жаса, сол сияқты әрекеттер жасайсыз. Одан кейін осындай жағы airdropқа қатысуға болады. Бұндай тегін криптовалютаны таратады. Бұны airdrop деп атайды. Бұлай конкурс сияқты бірдеңе қатысып көрсеңіз болады. Астында міне аяқталған осындай airdropтар бар. Оған мысалға мынаған қатысқан адамдар саны 752 мың, соның ішінде 29 мың адам криптовалютаны алды тегін. Бұлай ұтуыңыз мүмкін, шарттары өте қарапайым, орындап шығуға көп уақыт кетпейді негізі. 50 мың адам, 51 мың адам мысалға мына жерде қатысқан, оның ішінде 50 мыңы алған. Яғни мына жерде практически бәрі алып отыр. Мынаның жағдайында енді кішкене аздау алған, бірақ мен мынандай өте қызық осындай проектлер болады, көрсеңіз болады. Басталған уақыты және мынау аяқталған уақыты.